Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Есенова Нурила Кублановна, Ақтөбе қаласы, нөмірі 10-шы жалпы білім беретін орта мектебінің биология пәнінің мұғалімі. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы адам ағзасындағы қан мен басқа да сұйықтықтарын жасанды тазарту, диализдің әрекет ету принципі, диализ әдісі, перитониалды және гемодиализ әдістері. Сабақтың мақсаты диализ механизмін түсіндіру. Экскреция термині нені білдіреді? Экскреция зат алмасу процесінің соңғы өнімдерін ағзадан шығару, жасушаның қалыпты процестерінен түзілген жанама өнімдерді немесе артық заттарды шығару. Қандай жағдайда қанды жасанды жолмен тазарту жүргізіледі және ол кезде қандай тәсілдер бар? Қанды жасанды тазарту әдістерінде 3 процесс қолданылады. Ол: бірінші процесс сұйылту. Құрамында уытты заттар болатын биологиялық сұйықтықты басқа биологиялық сұйықтықпен немесе уытты заттардың концентрациясын төмендету үшін және оларды организмнен алып тастау мақсатында жасанды ортамен сұйылту. Екінші процесс диализ. Өлшемдері 500 ангстремға дейінгі бөлшектерді және иондарды өткізіп, ал коллоидты бөлшектер мен макромолекулаларды ұстап қалатын мембрананың жартылай өткізгіштік қасиетіне негізделген төмен молекулалы заттарды алып тастау процесі. Үшінші процесс сіңіру. Сорбция. Сұйық және газ тектес заттардың қатты және сұйық фазада таңдалып жұтылуын айтады. Екі компонент әрекетке түседі: адсорбент және адсорбат. Денедегі қатты және басқа сұйықтықтарды жасанды тазартудың мынадай әдістері бар. Алдарыңызда көріп отырғандай, сұйықтықпен емдеу шаралары, гемодилюция, жеделдетілген диурез, энтеросорбция, гемодиализ, гемосорбция, перитониалдық диализ. Денедегі қанды және де басқа да сұйықтықтарды жасанды тазартудың негізгі әдістері. Осыларға қазір біздер жеке тоқталып айтып шығамыз. Бірінші әдісі сұйықтықпен емдеу шаралары инфузиондық терапия деп аталады. Уытты заттарды бейтараптайтын, тамырдан тыс тұрған сұйықтықтың тамыр арнасына ауысуына жағдай жасайтын құралдарды сарысу альбуминін қолдану әдісі. Бұл әдісте уытты заттардың концентрациясының төмендеуіне және ұлпалардың ісінуінің азаюына әкеледі. Екінші әдіс гемодилюция немесе қанның сұйылуы. Қан құрамында судың көбеюі. Бұл кезде альбумин, гемодез, протеин, желатинол тәрізді плазманың орнын басатын ерітінділерді пайдалану әдісі. Үшінші әдіс күшейтілген диурез әдісі. Алдын ала суды жүктеу, диуреттік заттарды енгізу, электролиттік құрамды түзету тәрізді 3 кезеңнен тұратын процестерге негізделген. Төртінші әдіс перитониалдық диализ, ішперделік диализ деп те аталады. Бұл кезде микробтан ластануды азайту үшін катетер қуыс тетік арқылы диализдейтін ерітіндімен құрсақ қуысын шаю әдісі. Бесінші әдіс гемодиализ, жасанды бүйрек аппаратының жартылай өткізгіш мембранасы арқылы қан плазмасын сүзу. Гемодиализбен емдеуді әрқайсысының ұзақтығы 4 сағаттан аптасына 3 реттен кем болмайтындай етіп жүргізеді. Алтыншы әдіс гемосорбция әдісі. Қатты уланғанда уланумен байланысты белсендірілген көмір, ион алмастырғыш шайырлар салынған бағана тәрізді бағана арқылы организмнен тыс қанды айдау жолымен
уытты заттардан тазарту. Жетінші әдіс плазмафорез деп аталады. Бұл кезде аурудан белгілі бір мөлшерде алынған қаннан жасушалы элементтерді бөліп алып, содан соң осы элементтерді қанға кері тек плазмасыз енгізеді. Сегізінші әдіс гемофильтрация, қанды сүзу. Өткізгіштігі жоғары мембрана арқылы қанды сүзіп, сүзіндіні арнайы ерітіндімен бір мезгілде ауыстыра отырып, қанды тазалау әдісі. Тоғызыншы әдіс гемодиафильтрация деп аталады. Бұл кезде гемодиализді де, гемофильтрацияны да пайдалануға негізделген әдіс. Диализ бүйрек қызметін тоқтатқаннан кейін ағза қаннан артық су мен кейбір қалдықтары шығара алмайды. Бұл несеп пен тұздардың артық болуын қамтиды. Ол сондай-ақ денедегі су мен тұз деңгейін реттеуге қабілетсіз қалады. Бұл адамды тез өлімге әкеледі. Бүйрек жеткіліксіздігінің себептері: қант диабеті кезінде және оның бірінші және екі түрінде де гипертонияның және инфекцияның әсерінен. Бүйрек жетіспеушілігінің әсері қандай? Артық суды жою мүмкін емес, несепті шығару мүмкін емес, тұздардың артық болуы, денедегі су мен тұз деңгейін реттей алмауы, бұның арты өлімге тез әкеледі. Емдеу. Алдыңызда сіздерде диализаторлар көрсетілген, қалай емдеу әдістері, тәсілдері көрсетіліп тұр. Диализ бұл ең көп тараған емдеу. Қан қалдықтары, артық сұйықтықтар және тұздар диализ мембранасы арқылы өтіп жойылады. Диализ мембранасы жартылай өткізгіштік. Бұл қан мен диализ сұйықтығының арасындағы сұйықтық алмасуға мүмкіндік береді. Диализ сұйықтығында қан плазмасында болуы қажетті тұздардың, несепнәрдің және судың дұрыс концентрациясы болады. Мынауда сіздердің алдарыңызда емдеу әдістері, жолдары көрсетілген. Гемодиализ қан жасанды мембранасы бар аппаратқа өткізіледі. Гепаринді қанның ұюын болдырмау үшін қосады. Барлық көпіршіктер қан денеге қайтарар алдында алынады. Клиникада аптасына 3 рет бірнеше сағаттан өткізілген. Перитониалды диализ сүзгі дененің құрсағындағы жеке мембранасы. Хирург құрсақ қуысына тұрақты түтік орнатады. Диализге арналған ерітінді түтікше арқылы құйылады және құрсақ қабырғасы мен мүшелер арасындағы кеңістікті толтырып тұрады. Перитониалды диализ міне осындай ерекшелігімен белгілі. Трансплантация, инфекция және немесе ісік ауруын тудыруы мүмкін емес болса, ескі бүйрек орнында қалады. Донорлық бүйрек отбасы мүшесінен немесе қайтыс болған адамнан болуы мүмкін. Іштің төменгі бөлігіне имплантацияланған бүйрек пен қан тамырлары мен қуыққа бекітіледі. Міне осы жағдайда трансплантация жасалынады. Сабақ қорытындысы: диализдің түрлері. Гемодиализ сізде аптасына емдеуден бос 4 күн болады, бірақ емдеу сеанстары ұзағырақ созылады және сізге әр сеанс үшін ауруханаға бару қажет болады. Ал перитониалды диализ азғантай жеңілдеу, үйде ұйқы кезінде жасауға болады, бірақ күнделікті жасауды қажет етеді. Енді осы гемодиализ бен перитониалды диализде диализдің екі түрі де адамдардың көпшілігі үшін бірдей тиімді. Сондықтан бұл жеке таңдауына адамға байланысты. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сабақ аяқталды.